Алгоритм деген не екенін үйрендік. Енді біз кез келген алгоритмді өлшеп үйренейік. Ол үшін бізге үлкен О белгісі қажет болады. Big O алгоритмді күрделілікті сипаттау үшін ойлап табылған. Сонымен Big O ол бізге n деректер өлшемі ұлғайған сайын операциялардың санының қаншалықты өсетінін көрсете алады. Ол компьютерге тәуелді емес. Ол арқылы алгоритмдердің уақыты және алгоритмнің компьютер жадында алатын орнын өлшей аламыз. Алгоритмнің бір-бірімен салыстырғанда біз үлкен О-ның 3 түрін қарастырамыз. Ол алгоритм үшін ең нашар жағдай, worst case, орташа жағдай, average case, ең жақсы жағдай, best case. Біз алгоритмдердің тиімділігін салыстыру үшін негізінен ең нашар жағдайды көптеп қарастырамыз. Бұл басқа жағдайлар маңызды емес деген сөз емес. Ондай болса, үлкен О-ны есептеуге арналған бірнеше ережені қарастырайық. Бірінші, үлкен О тұрақтыларды елемейді. Мысалы, бізде 5 көбейтілген n уақытында жұмыс істейтін алгоритм бар делік. Біз бұл алгоритмнің үлкен О жылдамдығын ON деп есептейміз. Бұл өйткені n үлкейген сайын 5 саны алгоритм үшін маңызды болмай қалады. Екіншіден, үлкен О өзара кіші мәндерді елемейді. Келесі реттілікке назар аударыңыз. Мәселен, бір алгоритмнің ішінде O1 және O log n уақытында орындалатын алгоритм бөлшектері болатын болса, жалпы алгоритмнің уақыт жылдамдығы O log n деп қарастырамыз. Яғни біз бұл жерде O1 мәнін қарастырмаймыз. Видеоны паузаға қойып, келесі диаграммаға назар аударыңыз. Мұнда үлкен О алгоритмдердің орындалатын операцияларына байланысты тиімділіктері көрсетілген. Үлкен О жұмысын бір-біріне салыстыра алу үшін бірнеше мысал қарастырайық. Константа уақыты. Бізде келесі код берілген. Мұнда x мәнін табу үшін компьютер енгізілетін n-ге, болмаса енгізілетін санға тәуелді емес. Сондықтан компьютер бұл алгоритмді орындау үшін O1 константа уақытында орындайды деп есептейміз. Ал егер бізде бірнеше есептеулер болса, көріп отқанымызда 3 жолда константа уақытында орындалады. Яғни біздің алгоритмнің жалпы жылдамдығы 3 көбейтілген O1 уақытын алады деп алайық. Үлкен О бірінші ережесі бойынша біз үлкен О алдында берілетін константа санын елемейміз. Сондықтан мұнда біздің код үлкен О константа уақыты O1 болады. Сызықтық уақыт ON. Келесі код берілген. Мұнда цикл ішіндегі x мәні 0-ден n-ге дейін сандарды экран бетіне басып шығады. Бірінші жол константа уақытында орындалады. Цикл n-ге тәуелді. Яғни бұл сызықтық уақыт ON уақыт алады. Яғни мұнда үлкен О есептеудің екінші ережесі. Үлкен О кіші мәндерді елемейтінін ескеру керек. Квадраттық уақыт. Көріп тұрғанымыздай, мұнда біз n-ге тәуелді 2 циклмен жұмыс істеуіміз қажет. Сондықтан мұнда алгоритмнің уақыт жылдамдығы ON квадрат. Ондай болса, келесісі берілген код үшін үлкен О мәнін анықтап көріңіз. Бұл квадраттық уақыт алады. Бұл бізде көпіршікті сұрыптау алгоритмі. Келесі видеоларда біз сұрыптау және іздеу алгоритмдерін қарастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыз.